Ағымдағы жылға Қызылорда қаласы бойынша жалпы жол жөндеу жұмыстары бойынша 25 миллиардқа жуық қаражат бөлініп, қазіргі таңда 60 көшеге орташа жөндеу жұмыстары, 4 көшеге қайта жаңғырту және қайта құрылысын салу жұмыстары бойынша жүргізіліп жатыр. Тамыз айына дейін жалпы орташа жөндеу жұмыстарын аяқтау жоспарымызда. 4 көшеге реконструкциясы басталды. Оның ішінен атап айтатын болсақ, қаламыздың басқа көшелері Жаппасбай Батыр көшесіне, Төртжолақты Ету көшесіне қайта жаңғырту басталды. Жоба құны 2 миллиард 300 миллион. Мердігер мекеме Уат мекемесі қазіргі таңда құрылыс жұмыстары қарқынды жүруде. Жол құрылыс жұмыстарын 40%-ға жуығы жөнделді қазір. 64 көшеге жөндеу жұмыстарын жүргізсек, біз енді бұнымен тоқтап қалмай 25 жылға 96 көшеге күрделі жөндеу, 4 көшеге қайта жаңғырту жұмыстары бойынша 14 миллиардқа проект жоба сметалық құжатын әзірлеп жатырмыз. Бюджетке ұсынатын боламыз.